барымыз қазақ елді алдында отырған Алтынбек ағамыздың атағы менсіз де айтпай-ақ әлемге жетті. Және Алтынбек аға маған көп елдің қойып отқан сұрағы патенті бар ма дейді. Мына қобызға, мынаға, домбыраға патент алған ба, бұл өтірік па дейді. Сізде патентіңіз бар ма? Патентім бар. 94 жылы 4 наурызда өкімет қазақ елім патентін берген. Бұл екеуінде де патент бар. Мына инструмент, аспапта да, мына проектте де. Екінші тағы да бір сұрақ. Осындай патентті алған дүниелер бар екенін біліп тұрып, бізде орталық музейлерде сіздің тұрған дүниелеріңізді білеміз. Неге біздің қазақ өнер адамдары бұны қайтадан жаңалап шығармады? Енді көбінесе соны өзімде түсінбеймін негізі. Енді бәрін біздегі айтатындар қазақта айту болмаған деп шығамыз. Болмаған, не зат болсын, қай жағынан алсақ, қай саланы алсақ та болмаған деп. Менің бір қорғап қалғаны, алтын адам табылды ғой. Сол кезде өзім көзім ашылды. Қазағым бар екен. Енді алтын адамды қазылып шыққанын білеміз. Бірақ о жерде шыққанда біраз өнер дүниелері айтылмады ғой. Біріншіден, екіншіден, сіз сияқты азаматтар болмаған соң, ол заттардың бәрін шығаруға запрет қылды. Қазақ баран деді, бірақ жарып шыққанмен, дей тұрғанмен 30 жыл өтті. 30 жыл емес, қазір 45 жыл болды. Егемендік алғанымызға. Соның өзінде біздің бұл дүниелерді шығармай жүрген біздің өнер адамдар, болмаса мәдениет саласының адамдарының шикілігі деп ойлаймын. Мен осы сіздің осы қобыздарыңызбен мына дүниелеріңізді айтсам, маған тиісуші болып кетті. Сен біреудің авторлық дүниесін алып жатсың дейді. Мен айтамын, авторлық дүниесін айтқан жоқ, мен ол ұсыныстарды айтқам. Мен біреудің өнерінің тек қана сипаттамасын айтып жатырмын. Ал бірақ ертеңгі соққанда қандай да мақсат болды ғой, мына суретті салғанда. Енді мынаны білмеймін, біздің қазақтың азаматтары жоқ нәрсені бар қылмай тұрғанын. Әлемде жоқ нәрсе бізде бар. Оған таңғалмаймыз, біз өйткені қазақтықтан қашып жүрген адамдар. Бірақ мына өнерді туындысын мен енді сіздің айтуыңызбен түсіндіріп айттым халыққа. Енді мына туманы сіз қай маңдардан көргіңіз келеді? Енді қай маңдан дегенде, маған енді бұл не үшін қалай, қандай ой болды деген мәселеден бастайын да. Бұл жерде жаңағы бала 130 метр деп отыр. Бізде жаңағы диаспор 130 мемлекет халық бар. Соған байланысты 130 метр жаңағы жасайын деген проект, ойын болды. Бұл жерде жаңағы 130 метр дегенде мынау найзалар бірігіп, жаңағы найза жаңағы халқының бірге болып, сол тайқазанда оюларымыз арқылы көрсетіп жатырмыз, жаңағыдай пісіп жетіліп жатқанымыз дегендей. Ал енді мынау кісі бердік, қапсырма бердік дейді. Бұл қапсырманың есігінде қапсырмасы. Енді жауға жабық, досқа ашық. Мынау әшекейлер жаңағы халықтар. Белгісі әртүрлі халықтардың соған байланысты деген. Бұл жерде жаңағы бірлік болмас, тірлік болмайды ғой. Жаңағы атам қазақ айтып кеткен. Сондай ой келген. Сондай енді бұл жерде ең басынан қазақтың белгісі, екінің қарамағас жағында, сол қазақты қалайда біз өзі қазақты біресе моңғол болып кеттік, біресе ана болып кеттік, мына болып кеттік, сол енді соны шешіп алсақ, соны шешу менің ойым. Сіздің ойыңызды түсіндім. Енді жалпы халыққа айтарым. Бізде өнер азаматтары көп, бірақ өнер азаматтарының жарыққа шығармай жауып жатқан өнерсіз азаматтар көп. Бірақ менің арманым, мен өзім емшек көріпкел болсам, бұндай кісілерді табам, бұндай кісілерге келем, бұндай кісілер арқылы маған рухани қазақтың бірлік орталығын жасауға. Және осындай өнерімізді осының ішінен көрсем деймін. Және
халық бұны танып бұның ойнаған үнін естісе, жарығын көрсе, әрине сіздің атаған кітаптың беттерінде тұр, бірақ кітаптың бетінде тұрмау керек. Халықтың аузында, халықтың қолында жүру керек. Аға, өте қуаныштымын. Бар болыңыз, ар болыңыз. Халқым, сіз де бар болыңыздар.